Біз қазақтар 2024 жылы қандай қиыншылыққа тұспа-тұс келдік, не бітірдік, не істедік? Бүгін біз бар шындықты айтатын боламыз. Алдымен арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Еліміз 2024 жылы бастала салысымен қайғылы жағдайлар көбейіп кетті. Жыл басталмай жатып қаңтар айында Алматыдағы жер сілкінісі жағамыздан ұстатты. Алматы халқы бір күн бойы ұйықтай алмады. Адамдарда үлкен үрей болды. Алматы қаласы Қазақстандағы үлкен қауіпті қалалар аймағының тізіміне енді. Және де жер сілкінісі 5 және 6 балға дейін барғанын көрсетеді. Алматының сейсмикалық белсенді аймақта орналасқан. Және келесі айда Қазақстан Республикасының премьер-министрі ауысты. 2024 жылдың 6 ақпанында Олжас Абайұлы Бектенов өзінің табандылығымен, біліктілігімен және тапқырлығымен пилот тағайындалды. Олжас Бектеновтың тағайындалуымен үкімет құрамында кейбір өзгерістер болды. Және 2024 жылдың наурыз айындағы тағы бір үлкен сәтсіз өзгерісі Қазақстанда уақыт белдеуінің ауысуы. Осы уақыттан бастап Қазақстанда бірыңғай уақыт белбеуі болды. Бұрын Қазақстанда 2 уақыт белбеуі болатын. Бірақ бұл өзгеріс осы жылдың ең сәтсіз өзгерісі десек те болады. Және де көптеген ғалымдар бұл өзгерістің адам денсаулығына да қаншама өзгерістер әкелетінін дәлелдеді. Ғалымдардың айтуы бойынша Қазақстан аумағында шығыстан батысқа қарай 4 уақыт белбеуі бар. Бірақ бұл 4 уақыт белбеуі бір мемлекет үшін ыңғайсыз. Алайда 2000 жылға дейін бірнеше рет ауысып 2 уақыттық белбеуге ауысқан болатын. Енді соңғы өзгеріс осы 2024 жылда орын алды. Менің ойымша 2 уақыттық белбеу дұрыс еді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Астына міндетті түрде пікір қалдырып лайк баса кетіңіздер. Келесі өкінішті жаңалық: Қазақстан ұлттық футбол құрамасы бір қадам қалғанда Словениядан ұтылып Еуро 2024-ке шыға алмады. Словенияда жеңіліп қазақ халқының қабырғасы қайысқанын көру өте қиын болды. Қазақтар бұны күтпеді, өте ауыр тиді. Бірақ Қазақстанның футболдағы рейтингісі сәлде болса көтерілді. Әлі де мүмкіндік көп, қолдау керек. Мен Қазақстан ұлттық құрамасына Келесі кезекте 2024 жылдың тағы негізгі жаңалығы Бишімбаевтың соты болды. Оның соты тікелей эфирде өтті. Біле білсеңіз, әр сот 8 сағатқа созылса, әр сотты 2 миллиондай адам көрді. Қазақ халқының айтатын сөзінің бәрі Бишімбаевтың соты болды. Қуандық Бишімбаев, Қазақстанның бұрынғы ұлттық экономика министрі. 2024 жылы азаматтық некедегі жұбайы Салтанат Нүкенованы өлтірген үшін сотталған. 2024 жылдың 13 мамырында сот Бишімбаевты кінәлі деп тауып 24 жылға бас бостандығынан айырды. Бұл іс Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күресте маңызды рөл атқарды және қоғамда үлкен пікірталас тудырды. Екі мың 24 жылдың сәуір айының басында Атырау облысы Жылой ауданының орталығы Құлсары қаласында су тасқыны орын алды. Бұл Қазақстанның 2024 жылдың ең қайғылы және ең өкінішті оқиғасы десек те болады. Көршілесіміз Ресей мемлекетінің дамбасы жарылып, ондағы су Қазақстанға ағып келіп бірнеше ауылдарды су басып кетті. Жайық өзеніндегі су деңгейінің көтерілуі нәтижесінде Құрсай өзені арнасынан асып, қаланың бірнеше ықшам аудандарын су басты. Ресми мәліметтерге сәйкес, Құлсары қаласында 2600-ден астам жеке үй мен әкімшілік ғимараттарды су басты. Су тасқыны салдарынан 31 мыңнан астам адам эвакуацияланды, оның ішінде 18 мыңнан астамы Құлсары қаласынан көшірілді. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, су тасқыны кезінде 5 миллионнан астам текше метр су сорылып айдалды. Өкінішке қарай, су тасқыны кезінде 2 адам қаза тапты. Олар су басқан үйлерін тексеруге кеткен кезде тракторлары аударылып қайтыс болған. Әрине, Құдай сақтасын, егер біз өмір сүріп отырған қаланы да дәл осылай су басатын болса, қандай жағдайда болады екенбіз? Астына пікір қалдырып лайк баса кетіңіздер. Одан кейін тіркелуді де ұмытпаңыздар.
Одан кейін тағы бір қызық, Америка президенті Трамп халықтың алдында тұрған кезде террористер шабуылына ұшырағанын еске салайын. Трамптың бақытына орай ол аман қалды. Бірнеше метр алыста орналасқан снайперлер ұжымы дәлдік деңгейлері өте жоғары екен. Себебі егер Трамп басын бұрып қалмағанда қақ маңдайшасына тиер еді. Бірақ оқ Дональд Трамптың құлағына тиіп өтіп кетеді. Одан кейін бұл жылда көп еститініміз армиядағы жігіттердің өлімі көбейді. Мынадай бейбітшілік заманда неге біздің боздақтарымыз өлуге тиіс? Одан кейін Қазақстанда референдум өтті. Референдумның мақсаты халықтың қанша пайызы атом электростанциясын салуды қолдайтыны мен қолдамайтынын анықтау еді. Егер Қазақстанға электр станциясын салуды бастамасақ, 2030 жылдары Қазақстан светсіз қалады деп те қорқытып жатты. Жарайды, салынса салынсын, бірақ Ресейге бермесе болды. Себебі Ресейге берсе Қазақстан өз тізгінін Ресейге берді деген сөз. Келесі жаңалығымыз Қазақстан үшін жақсы жаңалық болды. Себебі Қазақстан 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынын абыроймен өткізіп алды. Рейтингтік тізімде Қазақстан 1-ші орынға жайғасты. Барлық ойыннан Қазақстан көш бастады. Алайда қырғызстандық бауырлармен көкпарда тең түстік. Олар көкбөрден 1-ші орын алса, біз көкпардан 1-ші орын алдық. Одан кейін жан түршігерлік оқиға Талғар қаласында орын алды. Бір топ жігіт Талғар қаласындағы дүкенге кіріп алған затының ақшасын төлемей шығып кетеді. Әрине оған ашуланған дүкен иесі ол жігіттермен ерегісіп қалады. Ақыр соңында дүкен иесінің баласын өлтіріп кетеді. Өлтіргенде де анасының көзінше көшенің қақ ортасында түнгі уақытта аяусыз өлтіреді. Қайтыс болған баланың есімі Шерзат болатын. Бар жоғы 16-да еді. Әкесін қорғаймын деп ерегіскен боз бала өмірінен қиылды да кетті. Бұл жанда TikTok желісіне шығып халық арасында үлкен мәселеге айналады. Яғни осыдан ақ білсек болады, Қазақстанда әлі де рекетерлердің көп екендігі. Бірақ Шерзаттың әкесі халықты митингке шақырмауға тырысады. Кінәлі адам өз жазасын алсын деп сабырлықпен қоя салады. Бірақ әкесі дұрыс қылмады. Себебі арада көп күн өтпей-ақ жауыздар Шерзаттың үйін өртеп кетеді. Атам қазақ, жау сырттан келмейді, ішімізде деп бекер айтпапты. Шерзаттың әкесі сонда да халықты сабырға шақыруда. Қазақ халқы бәрін TikTok желісінен көріп отырды. Бірақ қазақ үкіметі бәрін көріп отырса да үндемеді. Одан кейін жауыздар сотқа бір күн қалғанда Шерзаттың ағасын өлтіріп кетеді. Бұндай жауыздықты қазақ халқы ешбір елден көрмеп еді. Оның өлімі қоғамда үлкен резонанс тудырып, түрлі пікірлер мен болжамдарға себеп болды. Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары бұл оқиғаға байланысты тергеу амалдарын жүргізуде. Осындай көптеген жағымсыз оқиғалардан кейін Қазақстанда интернет жылдамдығы да күрт нашарлап кетті. Бірақ халық білер-білмес оған Билайнды кінәлап жатыр. 2024 жылдың 25 желтоқсанында Әзірбайжан Республикасының Embraer 190 ұшағы Ақтау қаласы маңында апатқа ұшырады. Ұшақ бортында 67 адам болған, олардың 38-шісі қаза тауып, 29-шісі жарақат алды. Және 6 қазақ азаматы болған. Бірақ өкінішке орай ешқайсысын аман алып қала алмадық. Ұшақ жанармайды тауысу үшін Ақтау үстінен айналмақшы болады. Алайда іс сәтсіз аяқталып, аэропортқа жетпей теңселген күйі ұшақ жерге құлайды. Ұшақ ішіндегі адамдар ұшақтың құлайтынын алдын ала сезген және де оны видеоға түсіріп калимасын айтып отқандар да бар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Muhammed Rasulullah. Hamı sakit olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber.